Су ағады, тас қалады, кәрі кетеді, жас қалады. Әдемі қартаюдың өзі үлкен бақыт. Назарларыңызға геронтолог дәрігердің жүз жасауға септігін тигізетін кеңесін ұсынамыз. Армысыздар, Нұреке доктор арнасына қош келдіңіз. Қартайғанда денсаулық жақсы болу үшін не істеу керек деген сұраққа дәрігерлер адамның қалай қартаятыны өмір сүру салтымен тікелей байланысты. Ұзақ өмір сүргісі келетін адамдар ең алдымен дұрыс тамақтану, таңертең ерте тұрып, уақытылы ұйықтау, таза ауада серуендеу, көбірек қимылдау керек. Қазір жастарда, егде жастағылар да кеңседе отырып жұмыс істейді. Бұл денсаулық үшін аса зиян. Әйгілі ойшыл, әлемнің бірінші ұстазы, дене қозғалмаса өлгені деп айтқан екен. Сондықтан қимыл, қозғалыс, спорт ұзақ өмір сүрудің кілті. Дәрі-дәрмексіз денсаулықты жақсартуға бола ма? Әрине, дәріні салауатты өмір салтын ұстануға алмастыруға болады. Ол шылым шегу, ішімдік ішу секілді зиянды әдеттерден аулақ болу, ұйқыны дұрыстау, құнарлы тамақ пен дәрумен ішу. Күнделікті кем дегенде денені шынықтыруға 30 минут уақыт бөлу керек. Адамның қартаюы күрделі құбылыс. Ғалымдар қазір ұзақ өмір сүрудің қыр-сырын зерттеп жатыр. Геронтология ғылымның өзі ұзақ жасаудың құпиясын ашумен айналысады. Анализ тапсырмаса да, көпшілік үшін қажет деген дәрумендер бар ма? 50 жастан асқаннан кейін ағзаға көмектесу үшін А, Е, Д, С дәрумендерін ішу қажет. Емхана науқастарын диагнозына талдау жасайтын болсақ, темір тапшылығы себебінен анемияның жиі кездесетінін көреміз. Сол себепті осы диагноз қойылған ата-әжелерімізге калий, магний, кальций секілді микроэлементтерді қоса ішкен қажет. Үлкен кісілердің тамақ рационы қандай болған жөн? Қан айналымын баяулатып, жүрек ауруларын асқындыратындықтан қандағы холестерин деңгейін жиі тексеріп тұру қажет. Сонымен қатар, жауыр болса да қандағы қант мөлшерін бақылау аса маңызды. Өйткені глюкозаның көп болуы қант диабетіне шалдықтырады. Трансмайлар қосылған тамақтар ағза үшін зиян болғандықтан орнына балықты аптасына 2 рет қуырмай, буға пісіріп жеуге болады. Қазақ халқы ет тағамдарын ертеден тұтынып келе жатқандықтан ағзамыз оны жақсы сіңіреді. Яғни ет пен саумал қашанда пайдалы. Үлкен кісілердің ағзасы тез құрғайтындықтан суды көбірек ішу қажет. Ең бастысы дұрыс тамақтану. Бұдан өзге қарт кісілерге иммунитетін көтеруге С, Д дәрумендері мен күн сәулесі көп көмектеседі. Назарларыңызға рахмет.